Қоңырау. Осы рубрикада Ершат пен Ақылжан ақшаға жарысатын болады. Ақша ұту үшін қарсылас айтқан жерге звондап, және қоңырау кезінде қарсылас айтқан сөздерді қолдану керек. Ал кім жеңетінін тек сіздер ғана шешесіздер. Сәлем достар! Сіздермен Ершаттың көңілді арнасы. Біз бүгін қоңырау паркімізді түсіретін боламыз. Яғни біз достар, сіздер мен әріме тіркелмесеңіздер, тіркеліп кетіңіздер, және тегін лайктарыңызды басып кетіңіздер. Тегін көп лайк ол күшті, жақсы деген сөзді білдіреді. Ершат, енді сенің кезегің. Сен енді любой фастфудқа звондап өзіңнің рекордсмен екеніңді білдіру керексің. Кез келген фастфудқа звондай берейін бе? Иә, кез келген любой фастфудқа звондай бер. Онда мен қазір мына телефонға фастфудқа звондайтын боламын кез келген. Так, қазір. Ассалаумалейкум. Саламатсыз ба? Құрт бар ма сіздерде? Құрт жоқ ондай. Мен ауылда тұратын едім ғой. Қандай ол? Кемпір ауызы деген. Кемпір ауызды? Не зат сұрайын деп едіңіз? Доставка бар ма сіздерде? Доставка бар. Ауылда мен тамақ жеуден рекордсмен едім ғой. Аха. Кемпір ауызда 21-ші орында тұрмын. Не заказ берейін деп едіңіз? Қандай тамақтар бар? Донер, пицца, суши, не зат керек сізге? Сіздерде донер бар ма? Донер бар, я қандай түрі керек? Сіздерге донер заказ беруге бола ма? Я болар. Атын ұмытып қалып тұрмын. Ішінде 2 нан болады. Ішінде жұмыртқасы болады. Кетчунез болады. Қалай едім? Сосын балық болады. Пицца ма? Қандай айтатсыз? Білмеймін, атын ұмытып қалып тұрмын. Түсінбедім мен. Алло, сіз маған WhatsApp-қа жазыңызшы. Тұратыңыз. Не айтасыз, айта беріңіз. Ана Берлиннің соусы бар ма? Соус бар, я соус бар. Аты қандай соустар бар? Сырный соус бар. Андай кетчунез деген жоқ па? Кетчуп бар, кетчуп болу керек, вроде бар. Давайте сіз маған WhatsApp-қа жазыңызшы. Осы номерде WhatsApp бар. Тұратырыңыз. Компот бар ма? Компот заказ берейін деп едім. Компот жоқ. Қандай компоттар бар? Компот жоқ, напитоктар бар. Қандай напитоктар бар? Кола, спрайт, фанта бар. Қандай бересіз? Айран жоқ па? Айран жоқ. Қай ауыл мынау? Жоқ, бұл ауыл емес, қала бұл, Ақтөбе қаласы. Мен Америкадан боламын. Америка? Мен фрактан өтті ме? Өтті, күшті ұнады. Енді бізге лайк басып, тіркеліп кетіңіздер. Достар, Ақылжанның рөлі үлкен компанияның бастығы. Йо-майо. Так, достар, бұл көңілді, пранк және күшті лайк болайын деп жатыр. Ал енді видеоға кетті. Сен қазір бейтаныс адамдарға звондайтын боласың. Мен мына қағазға сөздер жазып, сен содан диалог құрап, адамдарға айтатын боласың. Мен любой номерге звондаймын ба? Любой номерге звондайсың. Мен қазір номерді қарайын. Ой, алмады. Қазір тағы да номерге звондаймын.
Қазір мен динамикке қоятын боламын, сөйлесеміз. Алло, ассалаумағалейкум. Бұл компания басшысы Мәрбәрбайұлы Пәленшебай. Мен үшін әр қазағымның мінезі маңызды болып тұр. Сондықтан звондап тұрмын. Мен деген Қазақстан бойынша жүйелерін сақтау және қорғаныс, табиғат, адамдарын қорғау жалпы компаниялық төрағасының төралқасының бастығы боламын. Сіз тыңдап тұрсыз ба? Мені естіп тұрсыз ба? Енді қараңыз, сіздің қолыңыз бос па? Короче, бұлай, сіз Мәрмөк дейтін компанияны білесіз ба? Мен Шайпай дейтін сусынды шығарамын. Сіз ондайды естігенсіз ба? Сол сусынды Шайпай біз шығарамыз. Сол сусынды тұрғылықты өмірде қолданасыз ба? Деген Қазақстанда өндірілетін ең басты жоба ғой. Сіз қалайша бұны ішпейсіз? Қазіргі жастарды түсінбеймін. Біздің кезімізде бір табан нанды төртке бөліп жейтін едік. Короче, тыңдаңыз, Шайпай дейтін сусынды біз өндіреміз. Ол сусын денсаулыққа пайдалы. Оның бар болғаны 1 миллион теңге. Алло. Оны магазиндерден сатып аласыз. Қарамамбет, Мамбет деген магазиндерден. Сіз қай қалада тұрасыз? Мен Москвада Москва тұрамын. жақында тұрамыз. Москвада тұрамыз. Прикол ғой. Москва деген қай қала? Қай жақ бұл? Біз онда Америкада тұрамыз. Ойбу, енді сенмен қалай сөйлесеміз? Америка деген қаланы білесіз бе? Сізге айтар кеңесім, сіздің денсаулығыңыз мықты болу керек. Жоқ, сіз ешқайда бармайсыз, үйде қарамайды, бетіңізге жағып жатыңыз. Короче, бұл пранк. Ё-майо. Ершат, пранк қалай болды? Жақсы болды, күшті болды. Достар, сіздер мен арнаға тіркелмесеңіздер, тіркеліп кетіңіздер, және теңіз лайктарыңызды басып кетіңіздер. Колокольчик болады, соған басып кетсеңіздер болады. Достар, сіздер өздеріңізге ұнаған шығар біздің пранктарымызды. Мынау деген көңілді пранк болды, айта алмадым. Ақылжандікі менікі күшті болды. Әсіресе менікі күшті болды, кемпір ауызды деген. Енді тіркеліп лайк барыңыздар, аямай басып кетіңіздер. Сау болыңыздар.